Бүгін нағыз жалқаулардың пирогын жасаймыз. Аласын, саласын, қиясын болды. Шағзаттан тұратын ең дәмді ауызда еритін пирогымыз. Алдымен ыдысымызға қойылатылған сүтімізді құйып, үш жұмыртқамызды жарып, менде қойылатылған сүт аз болған соң тағы да үстіне құйып жібердім. Қопсытқыш ұнымызды салып, жақсылап миксермен араластырамыз да, дайын болған қамырымызды теңге екі бөлікке бөліп алып, 180 градуста алтын түске енгенше пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды суытып, көлемі өте үлкен пирог болады. Дайын болған корждарымыздың шеттерін қиып, арасына кез келген өзіңізге ұнайтын кремді мол етіп жағып, екінші коржды үстіне қойып, кремімізді жағып, пирогымызды жинаймыз. Үстіне қиылған шеттеріндегі қалған корждарды үгітінділеп, бетіне үгітіндімізді сеуіп, әсемдік үшін түрлі жемістерді қолдансаңыздар болады. Мен тек шоколадпен ғана сәндеп қоя салдым. Бұл пирог пропитканы мүлде қажет етпейді. Дәл осы жасаған кезде сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Арасы өте жұмсақ, ауызда еритін пирогымыз дайын. Рецепт ұнаса лайк басып сақтап алыңыздар. Парақшамда оңай әрі ерекше рецепттер өте көп, тіркеліп алыңыздар.